Ассаламу алейкум, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге осындай жұмсақ және өте биік болып шығатын, өте оңай пирог дайындайтын боламын. Міндетті түрде каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Ең алдымен бізге ыдысымызға сапалы сгущенкамызды құйып аламыз. Одан кейін 2 жұмыртқамызды жарып, кішкене жақсылап араластыратын боламыз. Одан кейін ерітілген сары майымызды құйып, тағы да кішкене араластырамыз. Одан кейін қамыр қопсытқыш, ванильный сахар, біртіндеп ұнымызды салып, осылай венчиктің көмегімен жақсылап бірдей масса болғанша араластыратын боламыз. Шет жағында ешқандай ұнымыз қалып қалмауы қажет. Бізде осындай масса болып шығады. Форма өз қалауларыңыз бойынша қолдана берулеріңізге болады. Форманың ішіне міндетті түрде қағазды салыңыздар, өйткені қамырларыңыз жабысып қалуы мүмкін. Міне осылай құйып шығып, 180 градуста 30 минут көлемінде қызарғанша пісіретін боламыз. Міне біздің қолжетімді заттардан тұратын пирогымыз дайын болды. Өте жұмсақ және де биік болып шығады. Міндетті түрде дайындап көріңіз. Каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыз. Басқа да жаңа видеоларымды жіберіп алмайтын боласыз. Барлығыңызға ас болсын.